Yanına болады. Cennetке баратын адамды көргіңіз келе ме бұл өмірде? Оның 5 сипаты болады. Біріншісі, ол әркімнің мойнына асыла бермейді. Менің мынандай проблемам бар, менің мынандай проблемам бар, мен қатыным осындай, байым осындай, ақшам жоқ, жағдайым жоқ, мынандай болды, пенсиям жоқ, анауын жылай бермейді. Кімге айтады? Осының барлығын жинайды да, Құдай деп Құдайға айтады екен. Құдайға айтса, Құдайдан бұл мәселе шешіледі. Адамға айта беріп, біздің проблеманы шешіп жатыр ма не? Шешіп жатқан жоқ. Сөйтсек біз бірінші Құдайға айтпай жатыр екенбіз. Бір Шиддат деген патша өткен. Адамның басын чаба берген екен, ұнамағандардың бәрін. Көзді ұнамайды, көзі қисық, басы қисық, ғалым білім ұнамайды, сұрақ қояды, жауап бермейді, басын чаба береді. Содан кейін қасындағы уәзірі жынданады екен, қиналады екен. Бір күні ұнамай қалсам, мені де басым чабады ойлап, молдаға кепті. Молдаке, не ақыл айтасың? Мынаның патшаның қасында уәзірмін номер бірінші. Бәрінің басын мен алам. Бір күні үкімін мен жазам. Ертең бір күні ұнамай қалсам, мынау менің басымды ал деп айтады ғой. Орныма адам тапқанда мен ал деп айтады ғой. Түні бойы ұйықтамаймын депті. Сөйтсе қанша жыл болды десе, 27 жыл болды депті. 27 жыл жылап жүрсің ба десе, 27 жыл жылап жүрдім депті. 27 жыл Құдайдан қорыққанда мынау баяғыда өліп қалатын еді деп айтады дейді. Патша баяғыда өліп қалатын еді. Құдайдан сұрау керек екен да. Екінші, жәннетке барған адамның белгісі жақсылықтарын жасырады, садақасын жасырады, істеген ағайынға жақсылығын жасырады. Мен саған бүйткем, саған сөйткем, саған бай болғам, саған міндет қылғам, саған пальто бергем, шуға бергем, ақша бергем, жұмысқа қойғам. Не дейміз тағы да? Саған бай болғам, бәрі міндет бізде. Асырағам, тағы не міндет? Бәрі міндет бізде. Осыны санамайды екен. Жақсылықтарын жасырады екен. Құдай көріп тұр ғой деп болды. Айтпайды. Біреу айтып атса ұялады екен. Кейбіреулер естіп қояды екен да, естіп қойса ұялады екен. Ол мен емес деп айтады екен. Жоқ, мен емес. Айтқысы келмейді. Неге? Аузымен айтпайды екен мен мынаны жасағым деп. Үшінші белгісі, мұқтаждығын жасырады екен. Мұқтаждығымды мысалы дейді, мен әкімге барып айтсам, мен білем ол шешпейді. Мен білем оны министр шешеді, оны президент шешеді, немесе басқа біреу шешеді. Бірақ мынаған айтқаннан не пайда? Әйел күйеуіне айтқаннан зар мұңы не пайда? Құдайға айтпаса. Сондықтан Құдайға айтуға пайдалану керек. Төртінші белгісі, жасаған жақсылығын жасырады. Бесіншісі, осы тақырыпқа келетін дүние, уақытын қадірлейді. Жәннетке баратын адамның белгісі уақытын қадірлейді. Ол құлшылықты ойлап отырады. Ол ғибадатын ойлап отырады. Бос уақыт болса тәсбих тартады. Бос уақыт болса кітап оқиды. Бес уақыт бір жақсылық болса өзін ғибадатқа арнайды. Осы жәннетке баратын адамның белгісі. Келесі хадисте келетін.